құрметті телекөрермендер, бүгінгі кітап сарқылмас байлық бағдарламасының кезекті шығарылымы, оның жүргізушісі мен елемес қызғалдақ. Қолжазбалар мен сирек кездесетін кітаптар қай заманда да киелі құндылық, асыл қазына. Сирек кітаптар қорының негізгі міндеті және жазбалар мен кітаптарды жинақтау, зерттеу, дәріптеу болып табылады. Өлкемізде сирек кездесетін кітаптар қоры аз емес. Соның ішінде облыстық Әбділда Тәжібаев атындағы әмбебап ғылыми кітапханасының сирек кітаптар мен қолжазбалар қоры 12 тілде жазба ескерткіштерінен құралған. Олардың жазылу әдістері де әр алуан. Қор көлемі 1003 дана. Өлкеміздегі сирек кездесетін кітаптар қорында орыстың аса ірі әмбебап энциклопедияларының бірі 1891-97 жылдарды қамтитын Гранат, Брокгаус бен Ифрон энциклопедиялары. Неміс зоологы Альфред Бремнің «Жизнь животных» көп томдық еңбегі, орыс суретшісі, зерттеушісі Бенуаның «История живописи» 1906 жылдары шыққан, француз географы Жан-Жак Элизе Брюклюдің «Человек из земли» анықтамалары, тағы да басқа әлем халықтарының тарихы мен әлеуметтік жағдайларына, әлемдік мәдениетке арналған кітаптармен қатар орта ғасырда өмір сүріп, артына өшпестей мұра қалдырған шығыс поэзиясы алыптарының бірі Әзірбайжан халқының ұлы ақыны Мұхаммед Физулидің ғашықтық дастаны Ләйлі мен Мәжнүн кітабы, Қожа Ахмет Яссауидің Дивани Хикмет қолжазбасы, Лұқман Хакімнің парсы тіліндегі аңыздарының түркі тіліндегі аудармалары және көптеген көне жәдігерлері сақталған. Сирек кітаптар қорының ең көне жәдігерлерінің бірі Ошыл-Құран кітабы. 1293 жылы Мысырдың Пархи баспаханасында жазылған 444 беттен тұратын араб тіліндегі кітап. Кітаптың сырты терімен қапталған, аяттары шот бояумен боялған. Ежелден қазірге дейінгі сақталған жазба дүниелерімізді ұлықтау арқылы біртұтас ұлтымыздың жарқын болашағын қалыптастыру бірден бір негізгі екеніне дауа жоқ. Жазба мұралар жаһандық тарихтағы ұлы даланың рөлін анықтауға маңызы зор. Ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу арқылы тарихымыздың қайнар көзі жазба мұраларымызға барлық назарымызды салып, күшімізді жұмылдырсақ, тұғырымыз биіктей бермек. Көне мұраны сақтап, оны келер ұрпаққа жеткізу бәрімізге аманат. Бүгінге осы, келесі кездескенше күн жақсы.